Баршаңызға сәлем, сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге алжапқыштың қалай тігілу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліп, төмендегі комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Алдында бір көрермен жазып жіберіпті, түсіріп жатқан видео қатып қалды деп. Бүгін алжапқышты арнайы түсірген видеом болды. Тағы бір көрерменім осындай пікір қалдырыпты. Оны қазір сізге жауап беретін боламын толық. Алдымен бұлымды екі бүктеп аламын. Ұзындығын өлшеп аламыз оның. Алжапқышының ұзындығы 69 сантиметр. Енді мен тура 60 сантиметр болатын метрді екіге бүктеп аламын. 30 шықты. Ол етегі жағы болады. Соны бүктеп, екі бүктеп размерін өлшеп алатын боламын. Енді астынан жоғарыға қарата өлшейтін боламыз. Ол жағы мен 40 қып алдым. 40 сантиметр қалған жері көріп тұрған олар 30 сантиметрді. Бұлым екі бүктелген. 22 сантиметр болғанды, оны да метрін екіге бүктеп аламын. 22 сантиметрді өлшегенде, екі бүктегенде 11-ден болды. Соны 11 сантиметр сызып аламын. Ол ең жоғарғы бөлігі. Белгілеп алған жерді бір-біріне қосып аламын. Сол қосқан жерді доғалағып сызып аласыздар. Доғалағып шығу керек. Ол өйткені жоғары жағы болады. Алжапқыштың бас жағы. Өлшеп алған жерді жақсылап тұрып қайшымен қиып аламын. Алдын дұрыстап қиып аламыз, доғалай етіп. Алды осындай болып шықты. Енді алдын қойып біз бірінші бауын тігіп алатын боламыз. Мен бауын ұзын енін 10 сантиметр өлшеп алдым. Ұзындығын мен 60 қып сызып алдым. Бұл жоғары жақтағы бауы болады. Сіз кішкене үлкендеу қалсаңыз болады. Бұл мен өзіме арнайы тігілген алжапқыш болды. Сызып алған жерімді қайшымен қиып аламын. Маған екі артқы бауына 41 сантиметр өлшеп алдым. Ені 10 болады. Сол осыны екі бүктеп ортасынан қайшымен қиып алып, бұл екі бауым, артқы екі бауы болады. Өзіңізге оңай болу үшін ине шаншып алсаңыздар болады, бұны тез қиылады. Маған осындай 3 бау кетті. 3 бауын бәрі қиып алдым. Енді алдыңғы бөлігін алып, оң мен терісін айырып аламыз. Оң теріс жақ қарап тұрған болдың, шетін бүктеп,
2-3 мм бүктеп аласыздар. Мен оны түйреп алдым. Түйреген жерді бәр жерін осы машинкамен тігіп шығамыз. Bir көрерменім неге тігін машинасын қандай режимге қойғанын ешбір тігінші көрсетпейді деген екен. Соған бола 1045 видео көріп шықтым деп жазған екен. Бүгін сізге толығын көрсетейін. Тігіншіні ең бірінші рет үйреніп жүрген ханымдар болса, мен сізге көрсетейін машинканы қалай жібін қою керектігін, сабақтау керектігін. Ең бірінші жібіңізді аласыз, қандай материал соған байланысты жіп қоясыз. Жоғары жақта көрсетіп тұрғандай іліп аласыз ең бірінші. Одан кейін барып көрсетіп тұрғанда видеода соны 2 орайсыз жіпті 2 рет орап шығасыз. Бір, сосын 2 рет орайсыз. Сол ораған жерді мына жерде ілгіш тұрады, сол ілгішке іліп, астыға түсіріп, қайттан жоғары көтеріп, ілгішіне ілесіз. Ең төменгі бөлігінде ине қадайтын жанында бір несі бар, летіні бар, соған жіпті қадайсыздар. Инесін алдынан артқа қарата жібін өткізіп аламыз, сабақтап аламыз. Машинаның режим көрсетші дегендерге менде арнайы тігу жолы 3-те тұрады. Тігіс аралығы өзінің бұл жерде тоже 3-ке көрсетіліп тұр. Барлығы 3-те тұр. Ең бүктеп алған жерімізді машинкамен қайырып отырып, 2 бүктеп отырып, чет-четтерін тігіп аласыздар. Мен видеом сіздерге толығымен көрсетілген ойдамын. Енді бауларында 2 бүктеп, 2 шетінен онда машинкамен жіңішке етіп тігіп аласыздар. Баулан тігіп алдым. Мен үтікпен үтіктеп алдым. Тігілген 3 бауымыздың чет-четіне тігіп аласыздар. Артық жіптерін қиып тастаймын. Видеода бәрі анық көрсетілді деген ойдамын. Енді осы тіккен жерді алдыңғысына, мойын жағына орап, оны тігіп аламыз. Бірінші мен бұны инемен чаншып алдым. Енді сол аралықты 4 бұрышты етіп тігіп аламыз машинамен. Мойнына салған кезде үзіліп кетпес үшін жібі. Мен 3 бауында тігіп алдым. Менің алжапқышым осындай болып шықты. Сіздер алдына қалта салып алсаңыздар болады, өз еріктеріңіз. Мен видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеомда жолыққанша сау болыңыздар.